Қоңыр топырақты тау баурайының әсем аңғарында орналасқан Жамбыл облысы, Қордай ауданына қарасты Құтты Сұлутөр елді мекені талай игі перзентті төсінде әлдилеп өсірді. Сондай ел баласының бірде бірегейі Момбеков Әлібек Дәулетұлы. Ауылдың номері 38-ші орта мектептің үздік түлегі 1984 жылы тамыз айының 7-ші жұлдызында колхоз қызметкерлері отбасында дүниеге келген. Атасы Сәбит Момбекұлы мен әкесі Дәулет Сәбитұлы өз кезектерінде қаншама жыл жүргізуші қызметін адал атқарды. Әжесі мен анасы Бибігүл Сейтқалиқызы оның болашағы үшін үлкен тәрбие мектебін бере алған жандар. Әлібек Дәулетұлы бүгінде ауыл шаруашылығын дамытуда орасан үлес қосып келе жатқан табысты жас кәсіпкер. Ел данасы жақсы жастан шығады деген. Әлібек Момбеков кәсібінің берекесі халық батасының арқасы деп түйеді. Туған жерінің хал-күйін бір сәтте қаперінен шығарма сол, ауылдық мектеп пен мешіттердің ауласына көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп келеді. Оқу-ағарту мекендеріне үлкен құрметпен, азаматтық жауапкершілікпен қарай отыра, онда заманауи стандартты жөндеу жұмыстарын жүргізуге де қол ұшын созды. Ауыл кіреберісіне маңдайша орнатып, халық басына қауіпті пандемия кезеңі туғанда да ағайынның арасынан табылып көмекке мұқтаж 70 отбасын тағы да өз қаражатынан азық-түлік ұнмен қамтамасыз етті. Оны енді осы ауылдың үлкендерінен, көп балалылардан алғыс рахметін алып жатыр. Мен ойлаймын, өркендеп өнетін жігіт. Осы біздің ауылдың азаматы Әлібекті мақтан тұтамыз. Әлібекке айтатын алғысымыз шексіз. Осы біздің ауылымыздың, Сұлутөр ауылының жанашыр азаматы болып жүре берсін. Әлібек баламыз көп жәрдем беріп жатыр. Енді бұдан да сол жалғаса берсе деген ниеттеміз. Жас келсе іске, өз қатарының алды, туған жерінің қалқаны бола білген азаматтың болашағы кемел, керегесі биік боларына сенім білдіреміз.